Сонымен біз Луқа жазған ізгі хабарды шолып келе жатырмыз. Және Исаның Иерусалимге ұзақ сапарының соңына жеттік. Иса жетіп те қалды. Ол есекке мініп, Зайтун тауынан қалаға қарай ылдилап бара жатыр. Сонда халық жиналып, жаратқан иенің атынан келе жатқан патша жарылқанған деп мадақтауда. Олар оның алдына жамылғыларын төсеп жатыр. Неге олар оны патша ретінде қарсы алады? Израильдің ежелгі пайғамбарлары бір күні Құдайдың өзі келіп, халқын құтқарып, дүниені билейтін жөнінде уәде еткен. Басқа кездерде пайғамбарлар әділдік пен бейбітшілік орнату үшін Иерусалимге тайқарға мініп келетін патша туралы айтқан. Осылайша Иса өзінің патша екеніне деген халықтың үмітін оятып, бәрі шаттануда. Расында бәрі емес. Дінбасылар Исаны өздерінің билігіне қауіп төндіреді деп ойлайды, сондықтан олар наразы. Бірақ одан да таңғаларлығы Исаның өзі қайғыруда. Ол қалаға жақындағанда көзіне жас алады. Неге? Иса не болатынын біліп тұр. Ол халықтың өзін Израильдің патшасы ретінде қабылдамайтынын біледі. Иса Израильдің жарлыларға назар аудармай, римдік басқыншыларға қарсы көтеріліп, апатты жолға түсетінін біледі. Бұл жолдың өлімге апаратында оған белгілі. Бұдан оны мұң шалады. Және ол ашуланады. Иса Иерусалимге кіргеннен кейін бірден ғибадатхананың ауласына барады. Сол жерден ол ақша айырбастаушыларды қуып шығып, бүкіл құрбандық шалу жүйесін тоқтатады. Ол пайғамбарлық қарсылық көрсетуде. Иса ауланың ортасында тұрып, Израильдің ежелгі пайғамбарларының мынадай сөздерін жариялайды. Бұл Құдайға сыйынатын үй болсын делінген. Ал сендер оны қарақшылардың ордасына айналдырғансыңдар. Қарақшылардың ордасына ма? Кезінде Израильдің діни және саяси билігінің орталығы болған дәл осы жерде тұрған Еремия пайғамбардың жазбасынан Иса үзінді келтіріп, Израильдің басшыларын Құдайға мойынсұнбай, әділетсіз болғандар үшін әшкерелейді. Олар сол хабарды ұғынып, Исаны өлтіруді жоспарлай бастайды. Бұл Иса үшін таңғаларлық жайт емес. Шынында ол мұның бәрі құтқарылу мейрамы кезінде орындалады деп жоспарлаған. Бұл Яхуди халқы Құдайдың оларды құлдықтан азат етіп, келісім жасауға шақырғаны жөніндегі ежелгі тарихты қуанышпен еске алатын қасиет тапты. Осылайша Иса құтқарылу мейрамындағы кешкі асты өзінің жақында не үшін өлетінін білдіру үшін қолданады. Үзілген нан оның құрбан болған денесін бейнелейді. Ал шарап Құдай мен Израиль арасындағы жаңа келісімді бекітетін оның қанын бейнелейді. Иса өзінің халқы үшін жанын қиып, жаңа жол дайындамақ. Астан кейін Иса мінәжат ету үшін шәкірттерін ертіп баққа барады. Сонда ол өзінің өмірін құрбан етудің орнына оны сақтап қалуға деген адам ретіндегі қалаумен күреседі. Бірақ ол бұл сынақтан жеңіспен өтеді. Дінбасылар мен ғибадатхана сақшылары Исаны дәл осы жерден тауып тұтқындайды. Сол кезде Иерусалим Рим патшалығына бағынышты болатын. Сондықтан дінбасылар Исаны Понтий Пилат атты римдік әміршінің рұқсатынсыз өлтіретін билігі болмады. Сол себепті олар Исаны Рим патшасына қарсы көтеріліске шақырған патша деп айыптайды. Пилат Исадан: «Сен яхудилердің патшасысың ба?» деп сұрайды. Иса: «Өзіңіз айтып тұрсыз» деп жауап береді. Пилат Исаның өлімге бұйыратындай кінәсі жоқ екендігіне көз жеткізеді. Бірақ басшылар оның қауіпті екенін баса айтады. Сондықтан олар Пилатпен келіссөз жүргізеді. Пилат Исаның орнына Римге қарсы көтеріліс жасаған Барабба есімді адамды түрмеден босатады. Ал кінәсіз Иса кінәлінің орнына өлімге бұйырылады. Жасақшылар Исаны алып кетіп, екі қарақшымен бірге римдіктердің өлім жазасын орындау құралына шегелейді. Адамдар оны мазақтап былай дейді: «Сен құтқарушы патша мәсіх болсаң, өзіңді де, бізді де құтқар». Бірақ Иса жауларын соңына дейін жақсы көріп, өзінің қасындағы өлімге бұйырылған қылмыскерлердің біріне үміт сыйлайды. Ол тіпті өзін өлтіріп жатқандар үшін: «Әке, оларды кешіре көр. Олар не істеп жатқандарын білмейді» деп мінәжат етеді. Сонда көтерілісші деп айыпталған кінәсіз адам жан тапсырар алдында бүкіл жерді қараңғылық басады. Иса Израильдің Забур жырындағы мына көне сөздерді қайталап: «Әке, рухымды сенің қолына тапсырамын» деп дауыстайды. Содан кейін кінәсіз де жалғыз Иса дүниеден озады.